Кайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында донор жасайтын боламыз. Өте дәмді, қытырлақ, әрі тез дайын болатын донорды менімен бірге дайындаңыздар. Ол үшін бізге тауық еті, қызанақ, қияр, капуста, майонез, кетчуп және лаваш қажет болады. Осы айтылған заттың барлығын осылай ұзынша қылып, жіңішке қылып турап аламыз. Етімізді де турап, тауық етін жақсылап қызған майға осылай қуырып аламыз. Тұзын, бұрышын және кішкене соевый соус қосып жіберсеңіздер болады, дәміне қарай. Етімізді пісіріп алдық. Енді осы жасаған салатты қуырмаймыз, осындай свежий күйінде саламыз. Содан соң үстіне етімізді салып, майонезімізді қосып, кетчупымызды қосып, дәл мен сияқты орап аласыздар. Бірінші екі шетін ақырындап, сынып кетпейтіндей лавашымыз. Сөйтіп осылай көлемде орап аламыз. Сіздер үлкен лаваш алсаңыздар да болады. Менің балаларым кішкентай болғандықтан мен размері кішірек лаваштардан алдым. Міне мен донорларымды орап, барлығын дайындап алдым. Енді донорымыз дайын болғаннан кейін құрғақ табамызды қыздырып, орташа отта донорларымызды қызартып аламыз. Қытырлақ әрі дәмді донорымыз дайын болды. Менімен бірге осы рецепт бойынша донор жасаңыздар. Еш өкінбейсіздер. Сіздермен болған Айгүл Сәкенова. Назарларыңызға рахмет.